Сәлеметсіздер ме YouTube арнасының көрермендері? Бүгін мен өте жұмсақ әрі дәмді, ауызда еритін сүтті қыз тортын жасайтын боламын. Бізге қажетті қоспалар: 320 грамм ұн, 4 жұмыртқа, 700 грамм қойытылған сүт, 160 грамм жұмсақ сармай, 2 шай қасық разрыхлитель қажет болады. Қойытылған сүттің үстіне 4 жұмыртқамызды салып, және де 160 грамм сармайымызды қосамыз. Барлығын миксермен жақсылап араластырып аламыз. ұн мен разрыхлительді араластырып, үстіне қосып, барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Біздің қамырымыз дайын. Енді бұны 26-27 диаметрлі кольцода пісіріп аламыз. 2 немесе 3 қасықтан салып, өзіңіздің қалауыңызға қарай пісіріп алсаңыздар болады. Корждарымыз дайын. Енді тортымыздың кремін дайындауға кірісеміз. Бізге ол үшін 800 грамм сливки, 200 грамм творожный сыр, 200 грамм сахарный пудра қажет болады. Творожный сыр мен сахарный пудраны кішкене араластырып, іртігі қалмайтындай етіп, біркелкі етіп араластырып аламыз. Енді үстіне сливкимізді құйып, төмен жылдамдықпен бастап араластырамыз. Кейін жылдамдықты жоғарғы жылдамдыққа қосамыз. Міне креміміз дайын. Осындай қою болу қажет. Корждарымызды кольцоға орналастырып аламыз. Сол кезде торттың жиналуы сізге жеңіл болады. Кремдерін жағып, бір-бірінің үстіне ақырындап қоямыз. Және де кольцоны ақырындап алып, шеттерін тегістеп, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндеулеріңізге болады. Міне осымен сүтті қыз тортымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.